дұрыс үйретуден балаға деген халық нақылы қадірлі ұстазымыз Мақсат Сәлімханұлына арналып айтылғандай. Өйткені өмірінің бар саналы ғұмырын мектеп қабырғасындағы оқушыларға математика ілімін меңгертіп, кәсіптік тұрғыда дамуына өз үлесін қосып кеткен аяулы ардагер ұстаз. Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбектеріңізді ескере отырып, өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі өрелі жұмыстар және мемлекетіміздің гүлдену жолындағы абыройлы ісіңізге толымды табыс тілейміз. Аман болыңыз. Шайын Сатинқызы, сізді ұрпақ тәрбиелеу жолындағы толымды еңбектеріңіз үшін алғыс айта отырып, ұстаздар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілей отырып, әрдайым қуанышты күндеріңіз көп болсын дейміз. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, азбайтұғын адамның алтындығы дей келе, бүгінгі мектебіміздің ардагер ұстазы Кенжеханова Айым апайды төл мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті Қалжанай апай, сізді мектеп алды даярлық тобы бірлестігі атынан төл мерекеміз мұғалімдер күнімен құттықтаймыз. Апай, сіздің отбасыңызға береке, бірлік, ынтымақ және ана бақытын тілейміз. Ақырын жүріп анық басқан, үйретуден жалықпаған, Баянда ауылының ұлағатты ұстаздарының бірі Дүйсенбаева Ақкүміс Сембайқызы. Ақкүміс апай өнерімен өрге жүзген, ұйымдастырушылық қабілеті өте жоғары ұстаз. Мектептегі кез келген шараның бел ортасында жүретін. Оның әрбір ісі жас мамандар мен шәкірттерге үлгі. Сонымен қатар Ақкүміс апай проза жанрын драмаға айналдырған жас драматург десем артық етпес. Оның ерен еңбегі ауданға, облысқа, республикаға танымал болды. Елдің ықыласына, ризашылығына бөленді. Міне ұстаздың жеткен биігі осы. Құрметті Бегалиев Ағлепес ағай, сізді бүгінгі келіп жеткен ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Біз сияқты жас мамандар сіз секілді ұлағатты ұстаздарға қарап ой түзейміз. Бізге осы уақытқа дейін қолдау көрсетіп, ақыл кеңестеріңізді айтып жүргеніңізге сізге үлкен рахмет. Құрметті ұстазымыз Бибігүл Тұқымбайқызы, сізді ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге мықты денсаулық, қажырлы қайрат, толағай табыстар тілей отырып, отбасыңыз бен балаларыңыздың амандығын, еңбек еткен жылдарыңыздың жемісін көруге және ұл қыздарыңыздың қызықшылығын көруге тілектеспіз. Талай баланың қолына әліппені ұстатып, білім нәрімен сусындатып, шәкірттің зейінін ашқан, қазіргі таңда құрметті еңбек демалысындағы көше аралас Айғапайды келіп жеткен бүгінгі төл мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Апайға мықты денсаулық, отбасына береке, бірлік, ұл қызын қызығын қызықтап, ұзақ ғұмыр кешіңіз деген тілектестік білдіреміз. Құрметті Күміс Жасқалиқызы, сізді келіп жеткен төл мерекеңіз ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Өз ғұмырыңызды шәкірт тәрбиелеудегі сапалы қызметіңіз көпке мәлім. Өзіңізді қызметте табысты, ортада абыройлы етіп көрсетіп, көпке үлгі бола білдіңіз. Ұлан асыр еңбегіңіздің жемісін көріп, шәкірттеріңіздің жетістігіне марқайып жүре беріңіз. Бәйгеге қосар тұлпардай баптаған шәкірттеріңіз үкілеген үмітіңізді ақтап, мерейіңізді еселей берсін. Сізге қажымас қайрат, мықты денсаулық тілейміз. Құрметті де қадірлі ұстазым Ізімова Күміс апай, сізді бәріміздің қамқоршымыз, шәкірттеріңіздің жылы жүректі ұстазы болғаныңызды мақтан етеміз. Көп жылдар бойы ақырын жүріп анық басқан ұстаз болуыңызбен бірге оқушыларыңызды сабырлы мінезбен, салиқалы салмақты ақылыңызбен тәрбиеледіңіз.
Осы мектепке жаңадан жұмысқа келгенде сіздің еңбекқорлығыңызға, әрбір жасаған жұмысыңыздың тиянақтылығына тәнті болдым. Ұрпақ тәрбиелеу жолындағы толымды еңбектеріңізге шын пейілмен алғыс айта отырып, ұстаздар күні мерекесімен сізді құттықтаймыз. Дорогая и всеми уважаемая Карлаш Бахчановна, вы всю свою жизнь посвятили своей работе и ученикам, проработав 36 лет учителем русского языка и литературы. На этой творческой работе вы показали себя как отличный педагог, ученики, которые получали призовые места на районных и областных олимпиадах. Нам есть чему учиться у вас. Мы вам желаем крепкого здоровья, творческих успехов и всегда отличного настроения. Жалықпай ұстаздық еткен, баланың жүрегіне жол таба білген оңай апай. Оның еңбегі өсірген шәкірттерінен көрінеді. Талапты еңбегінің арқасында бүгінде еңбек демалысында отырған ардагер ұстазымыздың мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Осындай жолы мен жөні білік ұстаздарымыз тек шәкірттерінің мақтанышы ғана емес, бүкіл ел мақтанышы.